Сәлем, достар. Бүгін біз 2022 жылы шыққан «Слабый герой» атты қылмыстық мини-сериалдың алғашқы 2 эпизодының сюжетін талдаймыз. Йон Ши Ин тұйық мінезді жоғары сынып оқушысы, оның достары жоқ. Ол барлық уақытын сабаққа арнап сыныпта ең үздік болып табылады. Бірақ оның тұйықтығы үшін сыныптастары одан қашқақтайды. Сол сыныпта тағы бір оқушы, бұзақы Чон Йонбин бар. Ол сабаққа аса тырыспайды, бірақ зеректігінің арқасында мектеп бағдарламасын оңай меңгереді. Мұғалім Ши Иннің математика пәнінен мектеп олимпиадасында бірінші орын алғанын жариялайды, алайда сыныптастары үнсіз қалады. Бірақ мұғалім үшінші орын алған Йонбинге мақтау қағазын табыстағанда, алдымен оның достары қол шапалақтап, кейін бүкіл сынып қосылады. Мұғалім сыныптан шыққан бойда Йонбин мен оның серіктері әлсіз оқушыларды мазақтап, әлімжеттік жасауға кіріседі. Ол оқымысты Ши Инді жақтырмай, оған қысым көрсетуді шешеді. Алайда белгісіз себептермен Ши Ин оның қорқытуларына мүлдем мән бермейді. Йонбин оны одан әрі қорқытпақ болғанда, сыныпқа кенеттен жоғары сыныптың оқушылары бейсбол биталармен кіріп келіп, Ан Сун Хоны шақыруды талап етеді. Жігіттер Сун Хоға шабуыл жасайды, себебі ол олардың жетекшісінің қызына қырындаған. Бірақ Сун Хо олармен оңай күреседі, өйткені ол бұрын ережесіз жекпе-жектерге қатысқан. Жоғарғы сынып оқушыларының көптігімен қарулануына қарамастан, олар масқара болып сыныптан кетуге мәжбүр болады. Үйге оралған Ши Ин әкесіне олимпиададан алған мақтау қағазын көрсетеді, ал әкесі оның жетістігіне риза болады. Бірақ әкесі жұмыспен өте көп айналысатындықтан сапарларда жиі жүреді. Ши Ин ата-анасы ажырасқаннан кейін әкесімен бірге тұрады және өзін өте жалғыз сезінеді. Ол анасын қатты сағынып, оның онлайн сабақтарын көріп мұңаяды. Таңертең Ши Ин бірінші болып сыныпқа кіріп, партада ұйықтап жатқан Сун Хоны көреді. Сун Хо сабақтан кейін түнгі дейін мейрамханадан тағам жеткізу қызметінде жұмыс істейді. Осы уақытта Ши Ин аяқ киімін таба алмай, спорттық емес аяқ киіммен дене шынықтыру сабағына асығады. Оның физикалық дайындығы нашар болғандықтан жүгіруден соңғы орын алады. Дене шынықтыру сабағынан кейін ол Йонбин мен оның достарына келіп, өзін қудалауды доғаруды талап етеді. Бірақ бұзақы мұндай мінезді көтере алмай, оны қылғындыра бастайды. Сол кезде мұғалім кіріп келіп, оны тоқтатады. Мұғалім сыныпқа жаңа оқушы Бон Сокты таныстырады. Ол басқа мектептен ауысқан, өйткені ол жақта оны бұзақылар мазақтап келген. Бірақ бұл туралы сыныптастары әзірге білмейді. Йонбин жігіттермен бірге оны бірден өздеріне бағындырмақ болады. Алайда дәл сол сәтте Ши Ин келіп, Йонбиннен өзінің партасынан кетуді талап етеді. Бұзақы оған жұдырық жұмсамақ болады, бірақ оны сыныптастарының қатты әңгімелері ұйқысына кедергі келтірген Сун Хо тоқтатады. Кешке бұзақылар түнгі клубта көңіл көтереді, ал сол жерге Йонбиннің немере ағасы Чон Сокты есірткі әкеледі. Жігіттер оған жақсы ақша төлеуге дайын. Йонбин ағасынан фентанилді мойынға жаққанда, оның сананы тұмандатып, көру қабілетін нашарлатып, тіпті жүрек айнуын тудыратынын біледі. Келесі күні Йонбин Бон Сокты дәлізге шақырып, Ши Иннің мойнына фентанил жабыстырылған жолақты жапсыруды бұйырады. Егер бас тартса, оның бұрынғы мектебінде қалай мазаққа ұшырағанын бәріне айтып беретінін айтып қорқытады. Бон Сок қорыққандықтан келіседі. Сыныпқа оралған соң, ол тез қимылмен Ши Иннің мойнына фентанил жабыстырылған жолақты жапсырады. Оны мойныма қонған масаны өлтірдім деп алдайды. Оқушылар маңызды емтихан тапсырып жатқанда, Ши Ин тез әлсіреп көзі қарауытып, концентрациясын жоғалта бастайды. Көп ұзамай оның жүрегі айниды, сондықтан дәретханаға жүгіріп кетеді. Емтиханға қайта оралған ол мойнындағы жолақты байқап, бірден өзінің есін жиып алу үшін бетін бірнеше рет ұрады. Біраз уақыттан кейін оқушылар емтихан нәтижелерін тексере бастайды, ал Ши Ин өз парағындағы көптеген қате жауаптарды көріп шошып кетеді. Оның барлығы Йонбиннің айласы екенін түсініп, ол кітапты жұлып алып, бұзақының бетіне салып қалады. Содан кейін оның досының алақанына қаламды сұғып жібереді. Барлығы аң-таң болған кезде Ши Ин Йонбинді қатыгездікпен ұрып соғып, оның мұрнын сындырады. Сун Хо араласып, бұзақ үшін бұл жеткілікті деп шешіп, Ши Инді тоқтатады. Бірақ ашуға булыққан Ши Ин сыныптасына орындықпен ұмтылады. Алайда кәсіби жекпе-жекші Сун Хо оның барлық шабуылдарын оңай қайтарып тастайды. Төбелес мұғалім сыныпқа кірген кезде аяқталады. Мұрны сынған Йонбин ауруханаға түседі, ал мұғалім көп ұзамай Ши Инді оған кешірім сұрауға алып келеді. Бұзақының анасы ашуға мініп, Ши Инді сотқа беремін деп айғайлайды. Бірақ Ши Ин оның алдында өзінің уланғанын дәлелдейтін фентанил жолағын көрсетеді. Одан кейін ол Йонбиннің сөмкесін төңкеріп, ішінен фентанил қорабын шығарады. Оқиғаның жанжалға айналуына жол бермеу үшін Йонбинді басқа мектепке ауыстырады, ал бұл жағдай жарияланбай қалады. Үйге оралған кезде әкесі ұлының мектепте төбелескенін бірден байқайды.
Бірақ ол мұны жасөспірімдер үшін қалыпты жағдай деп есептейді. Келесі күні мектепте бұзақылар Ши Иннен қаламмен жарақат алғандар үшін кек алмақ болып, оны сабақтан кейін күтеміз дейді. Алайда Ши Ин оларға дәл қазір сөйлесуге дайын екенін айтып дәретханаға алып барады. Ол есікті жауып, сол қаламды қайтадан қолына алады. Қауіпті көзқараспен ол бұзақыларға жақындай бастайды, ал олар кешегі оқиғадан кейін қозғалуға да батпайды. Ши Ин оларға өзін тыныш қалдыруды тағы да ескертеді де сабырмен кетіп қалады. Дәлізде сыныптастары Ши Инді бұзақыларды жеңуімен құттықтайды, бірақ жігіт олардың қуанышымен бөліспейді. Себебі осы уақытқа дейін бәрі оны айналып өтетін, ал енді кенеттен достасқысы келіп қалған. Сок де ауруханаға барып, немере ағасы Йон Бинді көреді. Ол егер бұзақы оған жақсы ақша төлесе, есіріп кеткен ботаникке сабақ беруге келіседі. Ши Ин түнгі дейін сабақ оқиды. Кешке автобуспен үйіне қайтады. Күтпеген жерден оны әдеттегідей тамақ жеткізу қызметінде жұмыс істеп жүрген Су Хо байқап қалады. Ши Ин сыныптасының оқуды жұмыс істеумен қатар алып жүруге мәжбүр екенін біледі. Себебі ол ата-анасынан айырылып тек әжесімен бірге тұрады. Су Хо үйде қалып, сабаққа кешігіп қалудан қорқып, жиі мектепте ұйықтайды. Келесі таңертең Ши Ин партада ұйықтап жатқан Су Хоға жақындап, орындықпен шабуыл жасаған үшін кешірім сұрайды. Ол сол кезде бұзақылардың әрекетінен қатты ашуланғанын айтады және сыныптасын түскі асқа шақырады. Жігіттер бірге түстеніп әңгімелесе бастайды. Олар қаншалықты әртүрлі болса да ортақ тұстары бар екенін түсінеді. Ауруханадан шыққаннан кейін Йон Бин бірден немере ағасын тауып, тапсырмасын мүмкіндігінше тез орындауын талап етеді. Сол уақытта Сок де жасөспірімдерден өзгенің қарызын жинап жүр. Ол тек ақша төлесе кез келген лас жұмысқа дайын. Сабақтан кейін Бом Сок Ши Иннен емтиханда жасаған опасыздығы үшін кешірім сұрайды, бірақ жігіт оның кешірімін қабылдамайды. Кенеттен Ши Инге Сок де мен бұзақылар келеді де оны өздерімен бірге ертіп кетеді. Мұны көрген Бом Сок бірден Су Хоға жүгіріп барады. Бірақ оқушы оны оятпауды өтініп, дұрыстап ұйықтағысы келетінін айтады. Сонда Бом Сок көмек үшін жақсы ақша төлейтінін ұсынады. Бұл сөзден кейін Су Хо бірден келіседі. Бұзақылар Ши Инді қараңғы тұйық көшеге апарып, ұрып соғуға дайындалады. Алайда Ши Ин әр қадамын есептеп, ыңғайлы сәтті күтіп, бұзақыларға тойтарыс береді. Ши Ин кеткісі келеді, бірақ мықты Сок деден құтылу оңай емес. Бұзақылар қайта шабуылдайды, ал Йон Бин бұған дейін сынған мұрнымен мектептен шығарылғаны үшін кек алмақ болып, Ши Иннің барлық саусақтарын сындыруға бел буады. Күтпеген жерден Су Хо пайда болып, бұзақыларды оңды-солды лақтырып, Сок демен бетпе-бет шайқасады. Ши Ин бұзақылармен күресіп жатқанда, Йон Бин бөтелкені алып, оны Ши Иннің басына сындыруға дайындалады. Бірақ дәл осы сәтте көмекке келген Бом Сок оны тоқтатып қалады. Сок де қарсыластары өздеріне мықты екенін түсініп, жай ғана кетіп қалады, ал бұзақылар оның соңынан ереді. Ши Ин Йон Бинге тиіспейді және оны тағы да тыныш қалдыруды сұрайды. Осы оқиғадан кейін үш жігіт жақынырақ араласа бастайды. Су Хо достарын өзі жұмыс істейтін мейрамханаға апарады. Жігіттер оған ас үйдегі жұмыстарын тез аяқтауға көмектеседі. Содан кейін үшеуі бірге кешкі ас ішіп болған оқиғаны талқылайды. Егер сіз «Слабый герой» сериалын талдаудың жалғасын көргілеріңіз келсе, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.